Аллаға мойынсыну және пайғамбарды сүю. Алла тағала былай деген: «Уа Мұхаммед, адамдарға, егер Алланы жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сонда Алла да сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді» деп айт. Алла ғафур, өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді. Пенденің Алланы және оның пайғамбарын сүюі, оларға мойынсынуы, бұйрықтарына бас июі. Алланың өз пендесін сүюі, оған жақсылық нығметтерді беруі, сыйлауы, оны кешіруі. Пенде ұлы жаратқанның ұлылығын, кемшіліксіздігін және өзіндегі жақсы қасиет Алла тағаладан екенін түсінгенде Алланы сүйген болып саналады. Пенденің бұларды түсінуі оны жақсы істерді жасауға жетелейді. Хасан Басридің айтуы бойынша, біреулер пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям: «Уа Мұхаммед, біз жаратқан иемізді сүйеміз» деп айтқанда, жоғарыдағы аят түсірілген. Бишр Хафи радиаллаху анху былай деген: «Бір күні пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалям түсімде көрдім. Ол: Бишр, Алла сені қай қасиеттерің үшін құрдастарыңнан жоғары қылып қойғанын білесің бе деп сұрады. Мен жоқ білмеймін дедім. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: жақсы кісілерге қызмет жасап, мұсылман бауырларыңа насихат айтуың, достарыңды және менің сүннетімді ұстанғандарды сүйгенің және менің сүннетіммен жүргенің себепті жоғарылатты деп айтты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бір хадисте: кім менің жолымды ұстанса, мені сүйген болады, және кім мені сүйсе, қияметте пейіште менімен бірге болады деген. Адамдардың әдеп ақлағы бұзылып, түрлі ағымдарға бөлініп кеткен сәтте, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүннетін бекем ұстанғандарға 100 шейіттің сауап беріледі. Сиратул Ислам атты кітаптағы мағлұматтарда мұны растайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: кіргісі келмегендерден басқа үмметімнің бәрі пейішке кіреді деді. Сахабалар: «Уа Расулалла, кім пейішке кіруді қаламасын?» деп таңғала сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Маған мойынсұнғандар пейішке кіреді, маған қарсы шыққандар болса, пейішке кіруді қаламағандар» деп жауап берді. Тасауф жолындағы бір кісі былай деген: егер аспанда ұшқан, теңізде жүзген, аузына от салған және сол сияқты адам баласы жасай алмайтын істерді жасаған, бірақ Алла парыз қылған ғибадаттардан не пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям сүннеттерінен біреуін біліп тұрып жасамаған тариқат шейхін көрсең, оның көрсеткен өзгеше істері керемет емес, истидрадж екенін біліп қой. Оның жамандығынан Құдай сақтасын. Истидрадж — имансыздарды ақиқат жолдан алыстатып, құрдымға жіберген кейбір таңғажайып өзгешеліктер. Жунайд Бағдади: Алланың жәрдемінсіз ешкім оған жете алмайды. Аллаға жетудің жолы елшісі Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалям жолымен жүру деп айтқан. Сиратул Ислам атты кітапта баяндалғаны бойынша, Ахмад әл-Хиуари былай деген: сүннетке жатпаған істер қабыл болмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: кім менің сүннетіме ермесе, оған шапағатым арам болады деп айтқан. Риуаяттарға қарағанда, бір кісі бір жындының лайықсыз іс-әрекетіне куә болып, бұл туралы Маруф әл-Қархиге айтады. Маруф әл-Қархи жымиып тұрып оған: бауырым, сен жолықтырған кісі Алланы сүйгендердің жындыларынан. Себебі Алланы сүйгендердің ішінде ақылдысы, жындысы, кішкентайы және үлкені болады деп жауап береді. Жунайд Бағдади былай деген: бір күні Сири ұстазымыз ауырып қалды. Оның ауруының себебін біле алмадық, емін де таба алмадық. Бізге бір дәрігерді кеңес берді. Сиридің кіші дәретін бір ыдысқа құйып алып, оған алып бардық. Дәрігер кіші дәретін тексеріп көріп бізге: бұл кіші дәрет ғашық болған кісінің кіші дәретіне ұқсайды деді. Мен сол кезде айқайлап жіберіп, естен танып, қолымдағы кіші дәреттің ыдысын жерге түсіріп алыппын. Кейін қайтып келгенде Сириге болған оқиғаны айтып берсем, ол жымиып: Алла жанымды алсын, ол қайтып білді екен дейді. Мен: шейхім, демек сүю кіші дәретте де белгілі болады екен ғой деп таңырқадым. Маған әлбетте білінеді деп жауап берді ол. Суфиян былай деген: кім Алланы сүйгендерді сүйсе, ол Алланы сүйген болады. Кім Алла тағаланы құрметтеген пенделеріне құрмет көрсетсе, ол Аллаға тағзым еткен болады. Сахл айтады: Алланы сүюдің белгісі Алланың кітабын сүю, Алланы және оның кітабын сүюдің белгісі пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалям сүю. Пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалям сүюдің белгісі оның сүннетін орындау. Оның сүннетін орындаудың белгісі
ақыретті сүю. Ақыретті сүюдің белгісі бұл дүниені сүймеу. Бұл дүниені сүймеудің белгісі ақыретке азық болатыннан артығын тұтынбау. Абул Хасан әз-Занжанидің былай дегені айтылады: ғибадат көз, жүрек және тілмен орындалады. Көз жылап сабақ алса, жүрек ойланады. Тіл Алланың бар екенін, бірлігін және ұлылығын растап, тасбих айтумен ғибадатты орындайды. Алла тағала былай деген: уа иман келтіргендер, Алланы көп еске алыңдар. Оны мінсізсің, кемшілік атаулыдан, орынсыз іс істеп, лайықсыз үкім шығарудан, әрі өзің жаратқан жаратылысқа ұқсаудан пәксің деп ертелі кеш ұлықтаңдар. Риуаяттарға қарағанда, Абдулла мен Ахмад ибн Харб бір жерде отырғанда, Ахмад ибн Харб жерден бір тұтам шөп жұлды. Сонда Абдулла оған былай деп айтты: Ахмад, сол қылғаның үшін 5 нәрсеге душар болдың. Бірінші, жүрегіңді Алла тағаланы тасбих қылудан қалдырдың. Екінші, нәпсіңді Алланың зікірінен басқа нәрсемен әлек қылдың. Үшінші, басқаларға жаман үлгі болдың. Төртінші, ол шөпті Алла тағаланың зікірінен қалдырдың. Бесінші, қиямет күні Алланың алдында өзіңе қарсы бір дәлел таптың. Сирия айтады: бір күні Журжанидің қуырылған ұн жеп отырғанын көріп, неге басқа нәрсе жемедің деп сұрадым. Ол маған: есептесем, тамақты шайнап жұтқанға шейін 70 тасбих айтатындай уақыт кетеді екен. Міне сондықтан 40 жылдан бері мүлдем нан жегенім жоқ деп жауап берді. Сахл ибн Абдулла 15 күнде бір тамақ жеді. Рамазан айы кіргенде бір мәрте тамақ жеді. Кейде 70 күн тамақ жемей жүргенін де көрген. Тамақ жегенде әлсіреп, аш жүргенде күшейеді. Керек болса, 30 жыл бойы Әбу Хаммад әл-Асуадпен Харам мешітінде көрші болды. Бірақ оның жеп ішкенін көрген жоқ. Әрдайым Алланы зікір қылумен әлек болды. Алланың бір досы Амр ибн Убайд 3 нәрсе үшін ғана жамағатпен намаз оқу, аурудың көңілін сұрау және жаназа намазына тұру үшін ғана үйінен шықты. Ол былай деді: адамдарды ұры қарақшадай көремін. Негізі өмір ең бағалы нәрсе. Демек олар сондай бағалы нәрсені түсінбейді. Мынадай бағалы заттан ақырет үшін азық дайындау керек еді. Ақырет өмірін қалаған кісінің басқа қайғысы болмау үшін бұл дүние өмірін тақуалықпен өткізу керек. Себебі пенде өз деңгейін сақтап қалу үшін материалдық және рухани жағын жөнге сала білуі керек. Мүмін әрдайым дәретпен жүргені дұрыс. Дәреті бұзылғанда дереу дәрет алып 2 рәкат намаз оқығаны абзал. Әрдайым құбылаға қарап отыруға мән беріп, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдында отырғандай отырып, іс-әрекеттеріне көңіл бөлуі керек. Салауатты болып, қиыншылықтарға сабыр қылуы, жамандыққа жақсылықпен жауап беріп, әр қалай күнәсі үшін тәубе жасауы керек. Ілімімен мақтанбай, менсінбей, әрдайым кішіпейіл болғаны абзал. Себебі менсіну шайтанның сипаттарынан. Тақуалы кісілерді құрметтеу жақсы. Өйткені тақуаларды сыйламағандарды Алла тағала олардан бөліп қояды. Ғибадатқа мән бермегендердің жүрегінен ғибадат сүйіспеншілігін шығарып тастайды. Фудайл ибн Ияздан Әбу Али пенде қашан тақуа болады деп сұрағанда, ол басқаларға әрдайым насихат айтуды ойлағанда, жүрегінде Алладан қорқу пайда болғанда, аузынан әрдайым шын сөз шыға бастағанда және дене мүшелері жақсы істерді жасағанда кісі тақуалардан болады деп жауап берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисте былай деп айтады: дүниеден қол үзу денені де жүректі де рахатқа бөлейді. Ал енді дүниені сүю қайғыға салады. Дүниені сүю барлық қатерліктердің басы, одан аулақ болу барлық жақсылықтардың басы. Бір тақуалы кісі жиналған елдің жанынан өтіп бара жатса, ол жерде бір дәрігер аурулар және олардың емдері туралы баяндап жатыр екен. Нәтижеде ол да сөзге құлақ түріп отырып қалады. Бір шама тыңдаған соң, уа денсаулықтың сақшысы, жүректерді де емдейсің бе деп сұрады. Дәрігер: маған ауруың туралы айтшы деді. Тақуалы кісі: күнәлармен қарайған жүректің емі бар ма деді. Дәрігер: ондай жүректің емі күні-түні Алла тағалаға жалынып жалбарыну, тәубе жасау. Жүректердің емі сол, ал шипасы болса ғайыпты білетін Алладан деп жауап берді. Мұны естіген тақуалы кісі жылай бастады да: сен өте жақсы дәрігер екенсің, жүрегімнің емін тура таптың деді. Бір хикаяда былай баяндалады:
Бір кісі құл сатып алса, құлы қожайынына: «Уа қожайыным, менің уақыты келгенде парыз намаздарымды оқуға рұқсат бересің. Күндіз мені қанша жұмсасаң жұмсай бер, бірақ түнде жұмсамайсың, және үйіңнен маған ғана тиесілі бір бөлме бересің деп 3 шартым бар» дейді. Қожайын оның шарттарын қабыл алып, құлына үйін көрсетіп бір бөлме таңдауын айтады. Үйді қыдырып шыққан құл ең нашар бөлмені таңдап алады. Қожайын неге оның сол бөлмені таңдап алғанын сұрағанда ол: «Алламен бірге болғанда ең нашар қираған жерлерде гүлзарға айналарын білмейсің бе?» деп жауап береді. Сөйтіп құл күндіз қожайынына қызмет жасап, түнде Аллаға ғибадат жасап жүре береді. Бір күні қожайын үйін айналып жүріп, құлының бөлмесінен жарық шығып жатқанын көреді. Бөлмеге жақындап келсе, құлы сәждеде жатады. Жанында ауада бір шырақ асылып тұр. Тыңдаса, Алла тағалаға: «Уа жаратқан Алла, маған қожайынның қызметін жүктедің, сондықтан күндізді қызмет жасаумен өткізудемін. Егер олай болмағанда, күнімді де, түнімді де бір өзіңе ғибадат жасаумен өткізер едім. Уа жаратқан ием, мені кешіре көр» деп жалбарынып жатады. Оның ғибадаты таң атқанға шейін жалғасады. Қожайын болса, ғибадат жасап жатқан қолынан көзін ала алмай естіп отырады. Таң атқанда болған оқиғаны әйеліне айтып береді. Ертесі күні әйелімен бірге құлына көз салады. Құл дәл алдыңғы күндегідей Аллаға жалбарынады. Оны көріп қожайын мен әйелі көз жасын тыя алмай кемсеңдеп жылайды. Сонымен жерге жарық түсіп, таңды атады. Қожайын құлын шақырып алып: «Сені Алланың разылығы үшін азат қыламын. Бұдан кейін Алла тағалаға емін-еркін ғибадат жасай бер» дейді. Құл дереу көкке алақан жайып: «Уа сырларды білуші Алла тағалам, сырым ашылып қалды. Бұдан кейін жасай алмаймын. Менің жанымды ала көр» деп жалбарынады да сөзі бітпей жатып жан береді. Аллаға ғашық пенделер сондай болады. Ібліс. Алла тағала Құранда былай деп баяндайды: «Оларға, Аллаға һәм елшісіне бағыныңдар деп айт. Егер олар бағынудан бас тартып, сырт айналып кете барса, онда кәпірлер біліп қойсын, шүбәсіз Алла кәпірлерді жақсы көрмейді». Мәлім болғандай, Алла тағала Іблістің тәубесін оның күбірлігі және тәкаппарлығы үшін қабыл алмады. Ал енді Адам алейхиссалам тәубе жасағанда оның тәубесі қабыл болды. Себебі Адам алейхиссалам қателік өзінен кеткенін түсініп, жасаған ісіне пұшайман болып, өзін өзі кінәлады. Сонымен бірге бұл шынайы мағынадағы күнә емес еді. Себебі пайғамбарлар күнәсіз. Олар пайғамбар болғанға шейін де, пайғамбар болғаннан кейін де күнә жасаған емес. Бұл қателік қана болып есептеледі. Құранда баяндалғаны бойынша, Адам алейхиссалам мен Хауа ана жіберген қателіктерінің артынан дереу Аллаға былай деп жалбарынған: «Уа Раббымыз, біз өз-өзімізге қиянат жасадық. Егер бізді кешпесең, әрі есіркеп рахымыңа бөлемесең, зиянға ұшырағандардың қатарынан боламыз». Демек, олар өздерінің жасағандары үшін жаратқаннан жәрдем сұраған. Және Алла тағаланың мейірімінен үміт үзген емес. Себебі Құранда Алла тағала уа күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасауда шектен шыққан, һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орынды пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рахымынан үміттеріңді үзбеңдер, өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді деген. Шайтан болса, жіберген қателігін мойнына алмады және шындап тәубеде келтірмеді. Алланың мейірімінен үміт үзіп, тәкаппарлана бастады. Кімнің жағдайы шайтандікіндей болса, оның тәубесі қабыл болмайды. Кімнің жағдайы Адамның алейхиссалам жағдайындай болса, Алла тағала оның тәубесін қабыл алады. Өйткені нәпсімен байланысты барлық күнәлардың кешірілуінен үміт етуге болады. Ал енді менсінуге, тәкаппарлыққа негізделген ешбір күнә кешірілмейді. Хикаяда айтылғаны бойынша, Ібліс Мұсаға алейхиссалам келіп: «Алла саған пайғамбарлық беріп, өзгеше пенделерінен қылды. Енді сенімен сөйлесіп тұра ма?» деді. Мұса алейхиссалам: «Иә, ал сен өзің кімсің? Менен не қалайсың?» деп сұрады. Ібліс: «Мұса, иеңе айтшы, оның жаратқандарынан біреу тәубе жасағысы келіп жатыр» деді. Сонда Алла тағала Мұсаға алейхиссалам былай деп уахи қылды: «Мұса, оған Адамның қабіріне сәжде жасасаң, өтінішің қабыл болады деді деп айт. Егер сәжде жасаса, оның тәубесін қабыл алып, бүтіндей күнәләрін кешіремін». Мұса алейхиссалам Алланың қалауын білдіргенде, Ібліс тәкаппарланып:
Мұса, мен оған пейіште сәжде жасаған жоқпын, енді өлігіне қайтып сәжде жасаймын деді. Риуаяттарға қарағанда тозақта ібліске азап күшейтіліп былай деп айтылады: Алланың азабы қалай екен? Өте қатты екен. Адам пейіш бақшаларында оған сәжде жасап кешірім сұрасаң, Алла сені кешіреді, бірақ ол сонда да тәкаппарланады. Нәтижеде оның азабы басқалардың азабынан 70.000 есе күшейтіледі. Құрметті мұсылман бауырым, егер іблістен құтылуды қаласаң, ұлы жаратқанның бұйрықтарына басы. Қиямет қайым болғанда оттан жасалған орынды қойылып, лағнеттелген ібліс оған отырғызылады. Барлық шайтандар оның жанына жиналады. Кәпірлер де оның жанында болады. Ібліс ақырған есектікіндей үнімен: «Уа тозақлар, жаратқан иелеріңнің бүгінгіге берілген уәдесі қалай болды?» деп ақырады. Уәдесі шын шықты дейді жанындағылар. Сонда ібліс: «Бүгін Алланың мейірімінен үміт үзген күнім» дейді. Сонда Алла тағала періштелерге іблісті және оған ергендерді оттан жасалған тоқпақпен сабауға бұйрық береді. Оларды 40 жыл солай қинайды. Олар тозақтан шығу деген сөзді де естімейді. Алла тағала сондай жағдайдан сақтасын. Осының өзінде ақыл иелері үшін талай ғибрат бар. Пейіштен қуылған шайтан ұлы Аллаға: «Уа жаратқан ием, адамның себебінен мені пейішіңнен шығардың. Мен өзім одан өш ала алмаймын. Сен жәрдем берсең ғана бұл мақсатыма жете аламын» дейді. Алла тағала: «Оның ұрпақтарын азғыруға саған рұқсат беремін» дейді. Бұдан басқа да мүмкіндік беруіңді сұраймын. Сенің ұрпағың адамның ұрпағынан 2 есе тез көбейеді. Шайтан: «Тағы басқа мүмкіндік бер» дегенде Алла тағала: «Білгеніңді істе. Шамаң келгенді сұрқия даусыңмен азғырып, түрте, жамандыққа бастай бер. Оларға атты әрі жаяу жендеттеріңмен атой салып шабуыл жаса. Мал пұлдары мен бала шағаларына ортақтас бол. Хам оларға жиі уәде бер» деп айтты. Әйтсе де Әзәзіл шайтан оларды алдағаннан басқа небір жетіскен уәде береді дейсің. Сен ұрпағыңнан шыққан балаларыңның бәрін адамның ұрпақтарына қарсы жібер. Оларды арам жолмен байлық тауып, арам жолға жұмсауына, арам жолдардан перзент табуына азғыр. Балаларына пұтқа табынушылықты білдіретін ат қоюға шақырып, ата-бабаларының тегіне сенуді айт. Тәубені кешіктіруді үндеп, оларды алда. Алла тағала іблісті ескертті. Төменгі аяттың мағынасы да сондай. Расында, болмыстағы һәм кітаптағы аяттарымызға келгенде ақиқаттан ауытқитындар. Бізден жасырына алмайды, яғни олардың ісі біз үшін беймәлім құпия болып қалмайды. Өздерің айтыңдаршы, тозақ отына тасталатын адам қайырлы ма? Жоқ әлде, қиямет күні еш нәрсеге алаң болмай, өзін қауіпсіздікте сезінген күйде құзырымызға келетін адам қайырлы ма? Ендеше қалағандарыңды істеңдер. Ол не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Шайтанның бұл қалауларына қарап, Адам алейхиссалам да Алла тағалаға былай деп жалбарынады: «Уа жаратқан ием, оны менің басыма түскен бәле қылдың. Егер өзіңнің жәрдемің болмаса, мен одан өзімді қорғай алмаймын. Сенің ұрпағыңның әрбіріне қорғаушы періште жіберемін. Тағы да, жақсы істеріңнің сауабы 10 есе беріледі. Тағы да, ұрпағыңның жаны денесінен шыққанға шейін тәубе келтіру мүмкіндігін қолынан алмаймын. Тағы да, тәубелерін қабыл аламын». Адам алейхиссалам разы болды. Бұған ібліс қарсы шығып: «Уа жаратқан Алла, адамның ұрпағынан пайғамбарларды жараттың, оларға кітап түсірдің, менің елшілерім қайда?» дейді. Алла тағала: «Сенің елшілерің балгерлер» деді. «Кітаптарым ше, татуировка, сөзім ше, жалған, Құраным ше, ән, азаншым ше, музыкалық аспаптар, мешітім қай жерде болады, базар, үйім ше, монша, сауналар, тамағым ше, бисмилля айтылмаған тамақтың бәрі сенікі, сусыным ше, мас қылушы ішімдіктер, тұзақтарым ше, әйелдер». Аманат. Алла тағала былай деген: «Расында біз аманатты, яғни өз еркімен Аллаға лайықты құл болу сынды үлкен жауапкершілікті 7 қат көкке, жерге және тауларға мойындарыңа алыңдар деп ұсындық. Алайда олар оны мойындарына алудан қашты. Оның ауыр жауапкершілігінен қорықты. Сөйтіп оны адам баласы өз мойнына алды.
Алла тағала аспанға, жер жүзіне және тауларға жүктеуді қалаған аманат бүгін адамдарының мойнындағы мұсылмандық міндеттер. Яғни аятта айтылған аманат сөзінің мағынасы нәтижесінде жаза не сауап берілетін парыздар мен ғибадаттар. Имам Куртуби бұл аяттағы аманат жалпы діни міндеттерді қамтитындығын айтады және бірнеше ғалымдарда сондай көзқараста. Ибн Масғуд радиаллаху анху аяттағы аманат сөзін мал-мүлік қауіпсіздігі деп түсіндіреді. Оның пікірі бойынша аманат деген сөз парыздарды қамтумен бірге өзгеше мал-мүлік қауіпсіздігіне басымдық беріледі. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху баяндайды: Алла тағала кісінің мүшелерінің ішінен жыныс мүшесін жаратып, оған: бұл менің саған берген аманатым, оны адалда ғана пайдалан, егер сен оны сақтасаң, мен де сені сақтаймын деді. Жыныстық мүше аманаты, көз аманаты, тіл аманаты, құрсақ аманаты, қол аманаты, аяқ аманаты. Аманатты сақтамағанның діні толық болмайды. Хасан Басри былай деген: Алла тағала аманатты аспан мен жерге және тауларға ұсынғанда, олар және олардың ішіндегілер қорқып тітіреді. Алла тағала оларға: егер сол аманатты орындасаңдар, сендерге сауап беріледі, орындай алмасаңдар, сендерге азап бар деді. Сонда олар жоқ деп аманатты алған жоқ. Мужахид былай деп айтқан: Алла тағала Адамды алейхиссалам жаратқанда дәл сондай шарттармен бұл аманатты оған ұсынды. Адам алейхиссалам бұл аманатты қабыл алғанын айтты. Алла тағала бұл аманатты тауларға, аспан мен жерге ұсынғанда, оларды мәжбүрлемей өз ықтиярына қалдырған. Егер оларға мәжбүрлеп жүктесе, ешбіреуі одан бас тарта алмас еді. Каффал Шаши және онымен пікірлес ғалымдардың көзқарасы бойынша аяттың негізгі мақсаты таулар, жер және аспан алыптығына қарамай шариғатты көтеретін күшке ие емес екенін баяндау. Себебі шариғаттың бұйрықтарын орындау тау, аспан және жер көтере алмайтын ауыр іс. Осындай ауыр аманатты адам баласы мойнына алған. Адам алейхиссалам және оның ұрпағы аманатты қабыл алғанда, әлбетте оның жауапкершілігін де қабыл алған. Аяттың жалғасында Алла тағала былай деген: шүбәсіз адам баласы тым залым, яғни әділдікке қас, қателікке, күнәға жақын, һәм жауапсыз келеді, әрі өте надан, ақиқаттан бейхабар, ғапыл, парықсыз һәм нәпсісіне ергіш келеді. Адамзат бұл аманатты мойнына алумен өздеріне зұлымдық жасаған. Осындай аманаттың жауапкершілігін білмей надандық жасаған. Ибн Аббастың радиаллаху анху риуаяты бойынша Адамға алейхиссалам бұл аманат ұсынылғанда оған былай деп айтылады: мұны ішіндегілерімен қоса ал, егер мойынсұнсаң кешірілесің, егер қарсы шықсаң азап тартасың. Адам алейхиссалам да оны ішіндегілермен бірге қабыл алғанын айтқан. Екінті мен ақшамның арасындағыдай бір уақыт өткенде Адам алейхиссалам тыйым салынған ағаштың жемісін жеді, бірақ Алла тағаланың рахымымен тәубе келтіріп тура жолға түсті. Аманат деген сөз иман деген сөзбен бір түбірден шыққан. Кім Алла тағаланың аманатын сақтаса, Алла тағала да оның иманын сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманатқа ұқыпты қарамаған кісінің иманы жоқ, сөзінде тұрмаған кісінің діні жоқ деген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бұл жөнінде бірнеше хадисі бар. Мүмін қиянатшыл және өтірікші болудан басқа барлық мінезбен мінезденсе болады. Үмбетім аманатты, олжаны және садақаны жоғалтпайынша қайырлы. Мүнафиқтің 200-дің 3 белгісі бар. Сөйлесе жалған сөйлейді, уәде берсе орындамайды, аманатқа қиянат жасайды. Хадисте де айтылғандай, мүнафиққа сыр айтсаң жайып жібереді. Мал-мүлік аманатқа берілсе, оны сақтамайды, немесе аманатты рұқсатсыз өз пайдасына қолданады. Аманатқа ие болу Алла тағалаға жақын болған періштелердің, пайғамбарлардың, Алладан қорқатын мүміндердің сипаты. Алла тағала былай деген: Алла сендерге аманаттарды иелеріне қайтаруды және адамдар арасында билік айтқандарыңда әділ үкім шығаруды бұйырады. Тәпсіршілердің пікірі бойынша бұл аят шариғаттың бірнеше негізгі ережесін қамтиды. Аят жалпы басшыларға және қатардағы қызметшілерге, яғни бүтіндей жауапкер пенделерге айтылады.
Басшылар қол астындағылардың құқықтарын аяққа таптамау керек. Бұл да аманат. Мүміннің, әсіресе жетімнің мал-мүлкін қорғау бұның басында тұрады. Ғалымдар елге діни үкімдерді үйретуі керек. Өйткені бұл ғалымдарға жүктелген міндеті. Ата-ана бала-шағасын әдепті қылып тәрбиелеуге тиіс. Себебі перзент те ата-анаға Алла тағала тарапынан берілген аманат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: бәрің қойшы сияқтысыңдар, және бәрің қарамағындағылардан жауаптысыңдар. Захрур Рият кітабында төмендегідей оқиға баяндалады. Қиямет күні Алла тағаланың алдына бір пенде әкелінеді. Алла тағала одан: пәленшенің аманатын қайтарып бердің бе деп сұрағанда, пенде жоқ дейді. Сонда Алла тағала бір періштеге бұйырып, періште пендені қолынан сүйреп тозаққа алып барады. Тозақтың түбінде оған аманатты көрсетеді. Тозақтың түбіне жеткенге шейін 70 жыл өтеді. Содан соң аманатты алып жоғары көтеріледі. Тозақтың шетіне шыққанда аяғы тайып қайта тозаққа құлайды. Бұл жағдай Алланың мейірімі. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шапағаты келіп, аманат иесі разы болғанға шейін жалғасады. Әбу Сәләма радиаллаху анха риуаят еткен хадисте былай деп айтылады: біз бір күні Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бірге отырғанда жаназасы оқылатын бір өлік әкелінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мойнында қарызы бар ма деп сұрады. Жоқ деген жауап болғанда тұрып жаназа намазын оқыды. Оның артынан тағы бір жаназа әкелінді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жолы да мойнында қарызы бар ма деп сұрады. Бар деп айтылғанда артында не қалды деді. 3 динар қалдырды делінді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның да жаназасын оқыды. Оның артынша 3-ші жаназа келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мойнында қарызы бар ма деп сұрады. Я дегенде артында бір нәрсе қалдырды ма деп сұрады. Жоқ деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл бауырларыңның намазын сендер оқыңдар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адам ақысы туралы былай деген: Алла тағала шейіттің барлық күнәләрін кешіреді, бірақ адам ақысы бұдан тысқары.